Зейнеп алыс ауылдан шыққан қыз. Оның үйлену тойы үлкен той болды. Ақ көйлек киген Зейнепті көру үшін бүкіл ауыл жиналды. Жас келіннің арманы мен үміті көзінен ақ көрініп тұрды. Ол Ерланды шын сүйетін, ал күйеуі оны бақытына жеткізеді деп сенді. Ауылдағылардың бәрі Зейнептің сұлулығын айтып таңдай қақты. Оның қара шаштары иығына төгіліп, қалың қастары мен үлбіреген беті қазақ халқының дәстүрлі сұлу бейнесін есімізге салатын. Алайда бұл той Зейнеп үшін жаңа өмірдің бастамасы емес, сынақтар мен қиындықтарға толы жолдың алғашқы күні болды. Қамбар апа, күйеуінің анасы, той күні-ақ Зейнепті жақтырмай, өз ұлына: "Біздің әулетке лайық емес-ау, алыс ауылдан алдың", деп ескерту жасады. Бірақ Ерлан елемеген сыңай танытты. Осы алғашқы күннен бастап ене мен келін арасындағы қарым-қатынас шиеленісе бастады. Зейнеп алғашында бәріне шыдап бақты. Қамбар апа оның әр ісіне араласып, кемшілік іздейтін. Мысалы, Зейнеп дастарханды дұрыс жаймаса, немесе шайды дұрыс құймаса, Қамбар апа оны сөзбен жерге тығып: "Сен келін болуға жарамайсың", деп қатты сөйлейтін. Зейнеп өзіне жүктелген міндеттердің бәрін орындап жүрсе де, енесінің көңілінен ешқашан шықпады. Қамбар апа тіпті баласының көзінше келініне қол көтеруден тайынбайтын. Бір күні ас үйде Зейнеп ыдыс жуып тұрғанда, байқамай бір шыны-аяқ сындырып алды. Қамбар апа оны көріп, ашуға мініп, келінінің бетінен шапалақпен ұрды. Бұл Зейнептің ішіндегі алғашқы ауыр жара еді. Ол сол түні Ерланға бәрін айтып, көмек сұраған. Бірақ күйеуі тек: "Анам қатал, бірақ оны сен, Зейнеп, түсінуге тырыс. Ол саған тек қана жақсылық тілейді", деп қана құтылды. Уақыт өте келе Қамбар апа Зейнепке қаталдықтың шегінен шыға бастады. Ол оны тек үй шаруасына жұмсаумен ғана шектелмей, ауыр жұмысқа салатын. "Ей, Зейнеп, ауладағы барлық малды өзің қарайсың. Зейнеп, қораның ішін тазала. Зейнеп, отын жарып әкел. Зейнеп, өйт, бүйт" деген бұйрықтары күнделікті әдетке айналды. Келініне күн бермеу оның жеке басының жеңісіне айналды. Ерлан анасының бұл әрекеттерін көрсе де үнсіз қалатын. Кейде Зейнеп күйеуіне ішіндегі мұңын айтып жылап жіберетін. Бірақ Ерлан анасының сөзін сөйлеп Зейнепке шыдамдылықтың қажет екенін еске салатын. Ол үшін анасының айтқанын орындау ең маңызды парыз еді. Сол себепті Ерлан әйелінің жанын қорғау үшін бір ретте араша түспеді. Бір күні Қамбар апа Зейнепті сарайдағы жұмысын дұрыс орындамады деп кінәлап, ұзын таяқпен арқасынан 4-5 рет сабап жіберді. Сол сәтте Зейнептің көздері жасқа толып, бір ғана сөз айтты: "Апа, апатай, мен сізге не жаздым?" Бірақ бұл сұрақ Қамбар апаның жүрегіне жетпеді. Ерлан мен Зейнептің арасындағы махаббат біртіндеп сөніп бара жатты. Ерланның бейқамдығы, Зейнептің жанайқайын елемеуі олардың қарым-қатынасын салқындатып жіберді. Зейнеп Ерланға қараған сайын өз жанындағы сенімді тірегінен айырылып қалғандай сезінетін. Бірде ол Ерланға: "Сен мені анаңның алдында қорғай алмайсың, Ерлан. Ерлан, мен саған не үшін тұрмысқа шықтым?" деді. Бірақ Ерлан тек басын шайқап үйден шығып кетті. Ол қашанда мәселені шешуден емес, оны айналып өтуден оңай жол іздейтін. Сол бір қайғылы түні. Бұл қараңғы түнде Қамбар апаның ашу әдеттегіден де қатты өршіді. Ол Зейнепті ас үйдегі жұмысты дұрыс орындамадың деп айыптап, оның өзін ақтайтын сөздеріне құлақ аспады. Қолына ағаш таяқты алып, бар ашу ызасын Зейнептің нәзік денесінен шығарды. Бірнеше рет ұрған соң Зейнеп жерге құлап түсті. Бірақ бұл жолы Зейнеп орнынан тұрмады. Қамбар апа бір сәтте қатты шошыды. Оның қолындағы таяқ түсіп кетті. Еденде қимылсыз жатқан келініне қарап, не істерін білмей қалды. Сол кезде Ерлан үйге кірді. Ол көрген көрініске қатты шошып, даусын көтеріп: "Апа, сіз не істедіңіз?" Олар дереу денені жасырмақ болып, Зейнептің денесін сарайға көміп тастады. Бірақ сол түні Қамбар апа Зейнептің төсегінің жанындағы сөмкеден медициналық құжаттарды тауып алды. Құжаттардың ішінде ОДЗ нәтижесі мен
дәрігердің жазбасы бар еді. Ол келіннің аяғы ауыр екенін сол кезде ғана білді. «Апта» деп Қамбар апа құжаттарды оқып отырып даусы дірілдеді. Бұл жаңалық оны бұрынғыдан да қатты есеңгіретті. Ол бір ғана адамның емес, екі бірдей жанның өмірін қиып, немересінен айырылғанын түсінді. Бірақ ол бұл шындықта Ерланға айтпады. Ол үшін бұл құпияны мәңгі жасырын қалдыру қажет болды. Қамбар апа Ерланды бұл жағдайды жасыруға мәжбүр етті. «Бұл біздің құпиямыз болады. Ешкімге айтпа, Ерлан. Зейнеп үйден қашып кетті деп айтамыз. Түсіндің бе?» деді анасы. Ерлан келісуге мәжбүр болды. Екеуі де түн ортасында Зейнептің денесін сарайдың астына көміп, көршілерге ештеңе сездірмеуге тырысты. Бұл қылмыс 10 жыл бойы жасырын қалды. Бірақ бұл уақыт ішінде Қамбар апа мен Ерланның өмірі тас-талқан болды. Қамбар апа түнде жиі Зейнептің бейнесін көретінін айтып, үрейленетін. Ол тіпті елестерден қашып, өз-өзінен айқайлайтын болды. Түсінде кішкентай баланың оны тұншықтырып жатқанын көріп, шошып оянатын. Ал Ерлан болса ішімдікке салынып, өмірін жоғалтып алды. Ол күн сайын өзін кінәлі сезінді. Бірақ бұл уақыт ішінде тек Қамбар апа мен Ерланның ғана емес, Зейнептің ата-анасы да жанын қоярға жер таппай жүрді. Қыздары Зейнеп олар үшін өмірдің мәні болатын, жалғыз қыздары болатын. Ауылдан ұзатылған күні анасы Ақниет көз жасын тоқтата алмай, қызына ақ жол тілеп шығарып салған еді. Ал әкесі Сапар қызының өз отбасы болатынына сене алмай, іштей мақтаныш сезімінде болған. Зейнептің жоғалып кеткені туралы хабар жеткенде, олар үшін өмірдің мәні жоғалғандай болды. Ақниет ұйықтамайтын болды, ал Сапар болса, әкесі, жүк көлігінің жүргізуші болып жұмыс істей жүріп, әр барған ауылында Зейнепті іздеді. Ол кез келген бейтаныс адамнан: «Сіз Зейнепті көрмедіңіз бе? Ұзын, қара шашты, жаны жайсаң қыз еді» деп сұрайтын. Ақниет ауыл-ауылдар алап, тіпті көрші ауылдың молдасына барып, Зейнеп туралы дұға оқытты. Кей күндері олар көршілерден: «Бәлкім, Зейнеп өз еркімен кетті, отбасында қиындық болған шығар» деген сөздерді естіді. Бірақ бұл сөздер Зейнептің ата-анасына ауыр тиетін. Ақниет бұл сөздерді естіген сайын: «Менің қызым оңдайға бармайды, ол өзінің шынайы келбетімен, адалдығымен бәрімізді қуантып жүретін» деп көз жасына ерік беретін. Ал әкесі Сапар болса, ішінен күдікпен: бір нәрсе дұрыс емес, бұл жерде құпия бар» деп қайталаумен болды. Бірақ Қамбар апаның айлакерлігі соншалық, ешкім күдік тудыра алмады. Ерланның бет-әлпетінен шындықты көруге тырысқанымен, ол тек ішімдікке салынып, өзін тастап жіберген адам сияқты көрінді. Кейінірек Зейнептің жоғалып кеткеніне 5 жыл толғанда, Сапар аудандық полицияға қайтадан арыз жазды. Бірақ іздеу нәтижесіз аяқталды. Ақниет күн сайын ауылдың кіреберіс жолына қарап қызын күтетін. Бір күні есік қағылады, қызым келіп: «Ана, мен қайтып келдім» дейді, деп өзін сендіретін. Бірақ бұл күні ешқашан келмеді. 10 жылдық үміт пен қайғы оларды шаршатты. Сапардың шаша қарып, өмірден түңіле бастады. Ақниет болса қызын таба алмағанына өзін кінәлап, денсаулығын жоғалтып алды. Қамбар апаның жасаған қылмысы ата-ананың жүрегіне мәңгілік жара қалдырды. Шындықтың ашылуы. Қамбар апа төсек тартып, өлім алдында өзінің жасаған қылмысын мойындағысы келді. Ол ауыл молдасын шақырып, бар шындықты жайып салды. Молда бұл құпияны жасыруға болмайтынын ескертіп, ауыл ақсақалдарына бәрін баяндады. Ерланның құпиясы да ашылды. Ауыл тұрғындары мен Зейнептің ата-анасы бұл шындықты естігенде жер дүниесі төңкеріліп кеткендей болды. Сапар, Зейнептің әкесі, өзінің қызын 10 жыл бойы іздеп үмітін үзбей күтіп жүрген еді. Бірақ бұл қанды шындық оның жанын езіп жіберді. Ол молдадан қызын өлтірген адамның атын естігенде жүрегі ұстап, сол жерде тіл тартпай қайтыс болды. Сапардың өлімі Зейнептің анасы Ақниетті тіпті терең қайғыға батырды. Ол бір күнде әрі қызынан, әрі сүйікті жарынан айырылды. Ақниетке бұл шындықты есту ғана емес, енді соның салдарын жалғыз көтеру қиынға соқты. Зейнептің денесі сарай астынан табылып, анасы оны қайта жерледі. Ауыл тұрғындары бұл оқиғадан кейін ұзақ уақыт есін жия алмады. Сапардың өлімі бұл оқиғаның ең қайғылы беттерінің бірі болды. Ол
Қызын таппаған күйде өмірден өтті. Ал оның соңғы үміті әділеттіліктің кешігіп келгенімен ғана орындалды. Бірақ бұл әділеттік оған емес, артында қалғандарға ғана қолдау болды. Бұл оқиға Қамбар апаның қатыгездігі мен Ерланның үнсіздігінің нәтижесінде орын алған үлкен қайғы болды. Қамбар апа шындық ашылғаннан кейін көп ұзамай қайтыс болды. Оның өлімі көпшілік үшін бір жағынан әділдік орнағандай көрінді, бірақ бұл оның жасаған зұлымдығын толық өте алмады. Ол қыздың өмірін қиып, бір әулеттің тағдырын талқандап кетті. Ерланға қатысты сот процесі өтті. Ол анасының қылмысын 10 жыл бойы жасырып, ешкімге хабар бермегені үшін айыпталды. Сот оның әрекетін ауыр қылмыс деп таныды. Ерлан кінәсін мойындап, өзін ақтауға тырыспады. Ол тек «Мен қорқақтықтан үндемедім. Бұл менің ең үлкен күнәм» деді, басын түсіріп. Сот Ерланды анасының қылмысын жасырғаны үшін 6 жылға бас бостандығынан айырды. Ауыл тұрғындары бұл шешімді әділ деп санады. Бірақ Ерланның жағдайына аяушылық танытқандар да болды. Олар оны анасының ықпалынан шыға алмаған әлсіз жан ретінде қабылдады. Зейнептің тағдыры ауыл тарихында мәңгі қалды. Бұл оқиға баршаға сабақ болды. Ешкімнің өмірі қатыгездік пен үнсіздіктің құрбаны болмау керек. Ерланның үкімі адамдарға шындықты жасырудың салдары қандай болатынын еске салса, Қамбар апаның өлімі адамдарға мейірімсіздік пен қатыгездіктің ешқашан кешірілмейтінін көрсетті.